Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді тоқаштар дайындайтын боламыз. Соңына дейін қарап, видеоны сақтап алыңыздар. Ең алдымен жылы суымызға ашытқыны салып, бір 10 минуттай ұстаймыз. Ендігі кезекте таза ыдысымызға жұмыртқаны 3 сарысын саламыз. Жарты кеседей қант, 1 стакан жылы сүт құямыз. Шым-шым тұз, ванилин қосуға болады. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Тоқаштарымыз жұмсақ болу үшін сары майымызды ертіп құямыз. 10 минуттай тұрған ашытқымызды және үстіне біртіндеп ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ал енді қамырымызды 1 немесе 1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан соң тоқаштарымызды жасай бастаймыз. Барлығын осы видеодағыдай жасаймыз. Тоқаштарымыз 10 минут тұрғаннан соң жұмыртқаның сарысын жағып, керегінше үстіне күнжіт себеміз. 25-30 минутқа 180 градуста пешімізге қоятын боламыз. Міне біздің тоқаштарымыз пісті, өте дәмді, шайға керемет. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар, ас болсын.